Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен өте оңай және ерекше печеньенің рецептісін ұсынатын боламын. Менімен бірге видеоны соңына дейін қараңыздар. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп кетіңіздер. Бұл печеньенің құрамы үйдегі бар заттармен жасалады, сондықтан міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Бізге ең алдымен қажет жұмыртқамызды жарып аламыз. Мінекей бір штук жұмыртқамызды жарып алдық. Оның үстіне жарты кесе қантымызды қосамыз, яғни 100 грамм қантымызды қосамыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Миксердің көмегімен де араластырсаңыздар да болады. 50 миллиграмм сұйық майымызды қосамыз. Тағы бір араластырамыз. Одан кейін 120 грамм бөлме температурасындағы майымызды қосамыз. Мінекей барлығын жақсылап араластырдық. Одан кейін қопсытқышымызды ұнымызбен араластырып, және қолымызбен жұмсақ қамыр илеп шығатын боламыз. Қамырымыз жұмсақ болуы керек, және осы қамырымызды 1 сағатқа тоңазытқышқа салып қойсаңыздар болады. Сол кезде сіздердің қамырларыңыз, майларыңыз бір-біріне сіңіп, жақсы теп-тегіс болып тұрады. Егер де асығыс болсаңыздар, мен секілді бірден жасап дайындай берсеңіздер болады. Ешқандай айырмашылығы жоқ, тек ұзақ тұрған сайын сіздердің қамырларыңыз өте майлары бір-біріне сіңіп, қамыры өте жақсы болып шығатын болады. Құрметті достар, егер менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде каналыма тіркеліп кетуіңізді сұраймын. Қазақша контенттің дамуына өзіңіздің үлесіңізді қоса отырыңыз, және менің каналымнан ең оңай рецепттерді таба аласыз. Мінекей видеода көрсетілгендей етіп қамырларыңызды формамен кесіп аласыздар, осындай жұлдыз формасымен. Егер де сіздерде жұлдыз формасы болмаса, басқалай кез келген формада кесіп дайындасаңыздар болады. Жаңғақты қойғаннан кейін қолын жасаймыз. Мінекей өздеріңіз байқап тұрғандай, мен үстін қатты басып жатырмын. Осылай үстін басып қоясыздар. Және алдын ала пештеріңізді қыздырып қоясыздар. 180 градуста осы печеньені 15-20 минутқа пісіріп аламыз. Бетіне еш нәрсе жағып қажет емес. Біздің печеньеміз пісіп жатқан кезде осылай шоколадымызды дайындап аламыз. Және ұшын көріп тұрғандарыңыздай өте жіңішке қылып кесеміз. Себебі бізге көзін, аузын салу керек болады. Сол кезде жіңішке қылып кессеңіздер әдемі көрінеді. Мінекей біздің печеньеміз дайын болып шықты. Енді осыған көзін және аузын салатын боламыз. Осындай ерекше дәмді печеньені дәл осы рецептпен жасап көріңіздер. Балаларыңызға ұнайды деген ойдамын. Өте дәмді және ерекше, балаларыңыз қызығып жеп қояды. Жасап көріңіздер, ас болсын.